күйеуімен ұрсып ажырасқан әйел балаларына ешқашан сендердің әкелеріңіз жақсы деп айта алмайды да, себебі әйел өзін мінсізбін деп ойлайды. Бала көдіге сенің әкең алқаш болған, сенің әкең ақша таппаған, сендерге қарамаған, әкелерің туысқандары нашар, сендерге көмектеспеген деген сөзді айта бергеннен кейін бала өзінің анасына сеніп, мен әкемдей, әкемнің туысқандарындай болмаймын деп ойлап, анасының тілі арқылы тағдырларын қатыгездікке толы етіп қалыптастырып алған байқамай қалады. Бала үшін ата-ана оның қос қанаты. Егер қанатының бірі сынса, бала ұзаққа ұша алмайды. Сіздер баланың қанатын сындыру арқылы тек баланың тағдырын ғана емес, ұлтымызды да өшіріп жатқандарыңызды ұмытпаңыздар. Себебі әрбір бала мемлекетіміздегі ол еліміздің жалғасы. Мен жігіттерге айтамын, ешкім айырыспай-ақ қойыңдар, конечно. Айырысып жатсаңдар бар ғой, жігіттер сразу айтам, ағалық ақылымды. Әйелге беріңдер баланы, сразу беріңдер. Алиметін төлеңдер, как болсын, көмектесіңдер. Ол мен бір ақыл көрдім. Сен семьямен тұрасың ғой, когда ол бала сенікі ғой, конечно, по факту. Бірақ кеткеннен кейін бар ғой, сенімен тұрсын бала, былай тұрсын бар ғой, ол сені сыйламайды, сені жек көреді, сені алтыннан тақ кигіз қолы балаға бар ғой. Шешесі не істеді, миллион раз істесін, бірақ сені өмір бақи кінәлайды. Мен өз басым өткен айтып отырмын бар ғой, алтыннан тақ кигіз қой, болмайды. Өйткені о баланы сен қарап отырсың ғой. Қарада, сенде қалды ма балалар? Енді қара. Әйел өз-өзін ақтау үшін не істейді? Ертең әйелден сұрайды, ой, сен жынсың ба, балалар таса кеттің ғой дейді ғой. Көрдің бе? Сол кезде ол өзін ақтау үшін сен туралы жалған информация таратады. Сен туралы өсек таратады. Сенің осырғаныңда балаларға айғайлайсың ғой WhatsApp-тан. Жынданып айғайлағанда. Соның бәрін голосовой бүкіл елге жайып, міне қараңдар, қандай звер, қандай хайуан, қыз балаға не айтып жатыр деп. Соның бәрін келеді, сені елге жек көрішті қылдырады. Бүкіл ел сені шошып жүреді. Сондайға келтіреді, білдіңдер ме? Мен анау 18-де қызым үйде сиырдай қысты күні қар көріп елдің боғын тазартып келем, үйге келсем пеш өшіп жатады. Жатады телефонда міне, Құдай төбемнен ұрсын. Тамақ істемедің ғой десем айтады, папа сенің өшіретін тамақ істеу дейді. Әне, сол ма? Сосын сен айғайлайсың, бақырасың, еркек болғаннан кейін аузыңа келгенде айтасың, әне, қыз балаға қалай сөйлетіп сені бүкіл елге жария қылады. Голосовың бүкіл көрші маңайға тартады. Сені бір изгой қылып жібереді. Білдің бе? Сөйтіп айтатын. Сені ертең ол балаларды өсіресің. Бірақ қандай да болсын, ол шешесін жақтайды. Білдің бе сен? Сразу айтам сендерге, жігіттер, сразу айтам. Мен өз басым өткен айтам. Сені бар ғой, ана екі көше әр жақта Ваняның өзі сені шошып жүреді. Өзіне шошып жүреді. Неге? Сені танымайды да ол. Сені шошып жүреді. Потому что ол білет, өз информация бүкіл жерге тарап кеткен. Ой, Асқар деген жынды, ол мындырып, ана сенің қызыңның сакурсыла сенің үйіңде шошып отырады сенен. Ұлыңның достары сені көрсе шошып отырады. Әйеліңнің подружкасы сені көрсе шошып отырады. Сен оларға түк істеген жоқсың. Бірақ олар информацияны таратып тастаған. Әйелің туысқанның үйіне барсаң, кішкентай балалар жылап отқан, сені көргенде жыламай қояды. Сені көргенде көзі бақырайып шошып отырады. Неге? Потому что ол бала естіген үстелде сен жоқта. Сенің не үшін айтқанын. Мені өтірік айтып отырмын ба? Жазыңдар комментарийға. Бірақ менің басыма келген иттің басына бермесін. Құдай төбемнен ұрсын, өтірік айтсам осы жерде бір ауыз сөзімді. Мені тыңдап отқан шығар, өздері біледі. Мені ешкімнен ала-жібін аттамаған. Осы мені айтардың. Сразу айтам жігіттеріне. Таста да кетін. Алиметін төле, көмектес. Бірақ бұл сенің балаң болмайды. Бітті ол. Асқат деген үнім жазып, қызым мен тұрады деп. Ол тұрады шығар, бірақ өйткені тұрады, әр жағында тәрбие жақсы ғой, көрдің бе? Анасы жақсы болып тұр ғой, анасының әр жақта туысқандары жақсы болып тұр ғой. Менікілер не? Менің тамағымды ішіп, менің айфонымды ұстап, дастарханда отырады жатып алып, менің қазір осырғанды, қазір шыққанды айтып отырады ана жаққа. Түгелін, білдің бе? Сосын менің бір дана тілақтай тауып алады да, соны біледі елге дарбазадай қылып айтады. Сол болып тұр ғой мәселе. Олар білмегендер жазып жатыр маған. Сендер біліп аңдар бірінші айналайындар. Мен де өз баламның өзім қумай шығарым тегінен. Жаңағыдай нәрсе біліп аңдар бірінші. Көрші маңайда келіп сұраңдар сенбесеңдер. Мен өтірік айтсам, немене өтірік айтам мен? Ол баланы жай тәрбиелеп көнбейді. Бағана бір қарындасым бапам жазыпты. Көнбейді ғой айналайын. Мен тәрбиелеп те көрдім. Жайды айтам, интернеттегі жаңағы мағыналы сөздерді көрістем, кітаптағы сөздерді көрістем. Болмайды. Санасы жоқ балада болмайды. Айналайындар.
мен айтайын сіздерге, болмайды ол. Мен басына алтын құйсам да анау шешесін жақтайды олар. Болмай тұр, болмайды. Менің нанымды жеп, менің тамағымды жеп жатып пышылдап отырады. Мен өсектеп. Міне қазір интернет түсірдім ғой, соны мазақтап ана жауларымен отырып күліп отырады үлкен қызым мен мазақтап. Мен бір жаман сөз айттым ба интернетте алдында түсіріп жүрдім ғой. Соған бір менің әкем ғой мынау. Молодец, дұрыс айтып жатыр деп. Жоқ, менің жауларыммен қоса жабылып күледі ана жақтан. Мазақтап отырады. Мені ше, өзінің шешесін түсірген видеоларын оны айтпайды. Оны айтпайды. Дебильный видео түсіргендерін. Менің халыққа мағыналы сөздер айтсам, сұмдық ақылды емес шығар мия. Сондара, соны айтпайды олар. Әні, біреулер жазып жатыр, иә, өздерің біліңдер. Мен де өзімде кезінде бір ағам бар, атын айтпай-ақ қойын. Баласын үйден қуып шыққан кезінде, сонда өзім күлгем, көтімді ашып ше. Қалай ол баласын қуып шыққан, не деген адам деп. Міне күлдім, өз басыма келді. Баланы бар ғой, жүрегіңді бар ғой, өлтіріп тастайды екен бар ғой. Сен жүрегіңде бір темір емес. Сен шыдайсың, кешіресің бар ғой. До конца кешіресің. Жаңа бір әйел жазып жүріп, сен неше боқтық айтасың. Иә, мен айтам, уже мені жеткізеді. Понимаете? Доводит до кондиции. Міне менің одноклассниктарым бәрі отырғанша, менен жуас адам болмаған. Мен осы үйленіп, осыдан мен нерві болып кеттім. Менен жуас адам болмаған. Мен тілімді де шығарды, жұдырығымды да шығарды. Мен ұрдым деп айтпаймын, осылай жынды қылды мені бар ғой. Адам жайдан жай боқтамайды, осындай доводят. Сен жай айтқан түсінбегенсің, қайтесің сен, айғайлайсың, аузынан боғауыз шығады. Соны түсініп алыңдар айналайда, бір спетал жазбай бұрын. Мен бүгін видео түсіріп кеттім ғой. Мен айтайын дегенім, еркектерде әйелдерде бар ғой, бәрінде де одноклассник, палчандарың, бірге жұмыс істейтіндерің, қай жерде кездесесің сендер? Мысалы үшін мен еркек болсам да, семейдесіңдер ғой бәрің, сұлу жақтарың, жаңа палчандарың келсе, бір кафеге барып отырасыңдар, или біреудің үйіне жиналып отырасыңдар. Соны кеш бата уже қайтасыңдар ғой. Дұрыс, үйде бала-шаға, қатын бала-шаға деген бар. Дұрыс па? Енді бір сказканы айтайын сендерге. Бір әйел айтады да, мен подружкалармен кездесем дейді. Қара, сондай әңгіме бола ма? Ол подружкада емес, бір-екі бірге істеген біреулер ғой. Сонымен түнде хата снимать етеді. Понимаешь? Сондай бола ма? Қалай деп ойлайсыңдар? Еркектер жағы біледі ғой, хата не үшін снимать ететін? Сондай сказкаға сенесіңдер ме? Тағы бірдеме айтам деп өзімнен миым ағып кетті. Сондай сказка жасайды. Соны бір жігіт айтады, сол дейді, әйелім дейді 4 рет, 5 рет кетіп қалады. 5-6 ай қаңғып, көрінген банан, көрінген морковты көріп, рақаттанып келеді дейді. Сон балаларым болған соң дейді, жаңа байғұс балажан өзі. Кіргізем дейді. Енді өзі шатысқан кезінде өзі ішкен тартқан жігіт қой. Кешірем, жарайды, адам баласы ғой, және балы өзі балажан болғаннан кейін кіргізем дейді. Одан жаңа 4-5 ай тұрады дейді, семірет жаңа қатын тойынады дейді. Тағы бір ілік шығарады дейді, әйтеуір ұрыс керіс шығарады. Ұрыс шығарғанда жаңа еркекті кінәлап шығарады да, тағы қашады. Қашқанда ол жаңағы жігітті милицияға тапсырып етеді. Жігіт жоқ кезде қашады да. Үйдегі ақшаны, тосты білет, холодильникте етке шейін бәрін алып кетеді. Не бар ценный, бәрін алып қашады. 4-5 ай жүреді, қаңғып, жаңағы банан, морковтар жеп, жейтінін жеп, тығатын тығып, огурецтарын ештерсін қайтып келеді. Маңырап, ешкім алмады ғой. Ана бейшара сорлы қайтадан кіргізеді. Сөйтіп 10 жыл өтті дейді, жаңа жігіт айтады. 10 жыл шыдадым дейді. Сосын ойладым дейді, мынау болмайды. Сөйтсе ана әйел өзі түсінгенім бойынша план былай ғой енді. Бұл ананың бұзау екенін, ален екенін біліп алды ол әйел. Ол ойлап тұр, қазір мен жаспын, әдемі қайтем дейді. Мен күні бойы неше жыл болсын боғын жағып. Лоқ дайын. Мен барып қаңғып істейтін істеп келейін. Келем дейді, мына ален кіргізеді дейді. Сол жүргенде кәртая бір рақат. Одан бір баламның қолына кіріп отырам дейді да. Сол бұл жігер айтты, де нақы деп айттым дейді. Маңырасаң, маңыра, кетші нақыры. Мен балаларым өсті алды нақ. Иди нақы деп тұра 3 әріпке қоя беріпті. 2 әрпіңді бұтыңа қыстырып алды айналайын. Бар кет, айналайын, бар кет деп қоя берген ғой. Енді маңырап бір бұзаудың көтінде жүр дейді. Бақытты болсын деп тілек қойдар қалайық.